Төртінші есепте айнымалыны алмастыру арқылы интегралды есептеудің төртінші есебінде бізде u тең 1 қосылған 3 тангенс x алмастыруын жасау арқылы мына интегралдың мәнін не істеуіміз керек? Есептеуіміз керек. 4-тен 1 пи 0. Мына өрнектің асты 1 қосылған 3 тангенс x бөлшектің бөлімінде косинус квадрат x. Бұл жерде айта кететін нәрсе, есептің берілгенде мына түбір қалып кеткен екен. Оны қазір өзіміз жазды. Енді осы алмастыруды не істейміз? Орындаймыз. Алмастыруды орындау үшін біз x-тің неге тең екенін таппай-ақ, бірден теңдіктің екі жағын дифференциалдап есептеп көрейік. Сол оңайырақ болады. du тең болады 1 қосылған 3 тангенс x-тің туындысы көбейтілген dx тең 1 қосылған 3 тангенс x-тің туындысын табамыз. 1-дің туындысы 0 болып кетеді. 3 тангенс x-тің туындысын табу үшін 3 көбейтілген тангенс x-тің туындысы ол 1 бөлінген косинус квадрат x dx болады. Енді қарап отырсақ, бізде мына есептің берілгенін былай деп жазсақ болады. Интеграл 0-ден пи бөлінген 4-ке дейін түбір астында 1 қосылған 3 тангенс x көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат x dx. Енді осы жерден біз 1 бөлінген косинус квадрат x dx-тің неге тең болатындығын осы жерден не істесек болады, тапсақ болады. Ол үшін мынау 3-ті теңдіктің оң жағына 3-тен 1 деп өткізбесек болады. Яғни бұл жерден біз 1 бөлінген косинус квадрат x dx тең болады 1 бөлінген 3 du екенін көреміз. Мына алмастыруды анықтадық. Түбірдің астында 1 қосылған 3 тангенс x-тің орнына 1 қосылған 3 тангенс x-тің орнына. Мынау 1 қосылған 3 тангенс x ол u-ға тең болады, яғни мынау түбір астында u-ға тең болатындығын көрініп тұр осы жерден бірден. Енді біз төменгі шекпен интегралдың төменгі шегі мен жоғарғы шегін не істейік? Анықтайық, неге тең болатындығын. X тең 0 болған кезде u тең болады. Мына алмастыруға қоямыз. 1 қосылған 3 тангенс x-тің орнына 0. Тангенс 0-ден 0-ге тең. 1 қосылған 3 көбейтілген 0 1-ге тең болады. X тең болған кезде пи бөлінген 4-ке u бізде тең болады 1 қосылған 3 тангенс x-тің орнына пи бөлінген 4 қоямыз. 1 қосылған 3 көбейтілген тангенс пи бөлінген 4-те 1-ге тең. Бұл өрнектің мәні 4. Енді сонда біз бұл интегралды, берілген интегралды мына түрде жазаламыз. Интеграл төменгі шек, жоғарғы шек сәйкесінше 1 мен 4-ке тең. Түбір астында 1 қосылған 3 тангенс x-тің орнына u деп жазамыз. 1 қосылған 3 тангенс x u-ға тең. Көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат x dx-тің орнына 1 бөлінген косинус квадрат x dx-тің орнына біз 1 бөлінген 3 du деп жазаламыз. Енді осы интегралды есептейміз. Түбір астында u ол u-дің 1 бөлінген 2 дәрежесі du 3-тен 1 тұрақты сан болғандықтан көбейтіп тұрған, оны бөлшек интегралдың алдына шығарып жібердік. Енді u-дің 2-ден 1 дәрежесінің алғашқы функциясын табамыз. Ол u-дің 2-ден 1 дәрежесі қосылған 1 бөлінген 2-ден 1 қосылған 1. 1-ден 4-ке дейін интеграл. Енді арғы арифметикалық амалды орындаймыз. 1 бөлінген 3 u-дің 3 бөлінген 2 дәрежесі бөлінген 3 бөлінген 2 1-ден 4. Бірден мынау 3 пен мынау 3 көбейтіледі 9 болады.
екі бөлшектің алымына не істелінеді? Көбейтіліп кетеді. Сонда 2 бөлінген 9 көбейтілген u-дің 2-ден 3 дәрежесі ол турасында u-дің кубына тең болады деп үстіп түбірмен жазсақ болады. 1-ден 4-ке дейін. Тең 2 бөлінген 9 көбейтілген. Енді мына өрнектің 1-ден 4-ке дейінгі өсімшесін анықтаймыз. Бірінші жоғарғы шегін қоямыз. Турасында 4-дің кубы минус турасында 1-дің кубы. 2 бөлінген 9 көбейтілген. Турасында 4-тен бізден 2 шығады. 2-ның кубы 8-ге тең. Минус 1-дің кезген дәрежесі 1-ге тең. 2 бөлінген 9 көбейтілген 7. Ол тең болады 14 бөлінген 9-ға. Сонымен біздің интегралымыз жауабы 14 бөлінген 9-ға тең болады екен.